Мына хадистен кейін сіз намазды бұрынғыдай оқи алмайсыз. 100%. Егер де сіздің жүрегіңізде кішкентай ғана мейірім, кішкентай ғана иман болса, мына хадис сізге жеткілікті, намазыңызды керемет оқитын боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, айтпақшыдай видеоны толық көрмесеңіздер, сіздер мына хадистен құр қаласыздар. Мына әр пендеге керекші. Енді қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, пенде, Алланың пендесі намазға тұрған кезде, әр намазға тұрған кезде, Аллах тағала дейді, пендесімен екеуінің ортасындағы пердені алып тастайды дейді. Яғни, Аллах тағаламен 100% сіз намаз оқиды екенсіз. 100%. Ясин сүресінде айтады ғой, саламун қаулам мир раббир рахим дейді. Аллах тағала айтады, дейді, жәннаттық адамдарға Аллах тағала сәлем сөзін айтады дейді. Және де жәннаттық адамдарға Аллах тағала өзінің сұлу, нұрлы болған дидарын көрсетеді дейді. Және де анау керемет, мәңгілік бақыт болған жәннат, біз Аллахтың сұлу дидарын көрген кезде, нұрлы дидарын көрген кезде, бізге жәннаттың барлығы әшейін цветочек болып қалады екен. Біз тоқтап қатып қалады екенбіз Аллахтың дидарын көрген кезде. Одан сұлу, одан керемет, нұрлы әлемде еш нәрсе жоқ. Қараңыз, сіз әр намаз оқып тұрған кезде Аллахпен 100% намаз оқып тұрады екенбіз ғой біз сонда. Ортамызда ешқандай преграда жоқ. Және ол аз ба, періштелер дейді, мына оқып тұрған, намаз оқып тұрған пенденің иығынан бастап аспанға дейін періштелер дейді, миллион, триллион барлығы мына иығынан бастап жоғары қарай өрлейді дейді. Және де сол періштелер, сіз ойлаңызшы, сол періштелердің барлығы, сіз Аллахпен 100% намаз оқып тұрсыз. Екі иығыңыздан бастап миллион, триллион, триллион періштелердің барлығы аспанға дейін өріп жатыр. Және де сол періштелер сенмен бірге намаз оқиды дейді ғой. Бір өзің оқып жатқан жоқсың. Әлемдердің Раббысы болған Алламен тұрсын. Миллион, триллион періштелер тұр. Сен бір өзің намаз оқып тұрған жоқсың. Және де сол періштелер сенің әр намазының ішіндегі дұғалардың барлығына әмин, әмин, әмин деп тұр екен. Намаздың ішіндегі Сүбханака дұғасы, Кәусар сүресі бар. Мағыналарына мән беріңіздерші. Фатиханың ішінде Алладан не сұраймыз біз? Аллах тағала бізді тура жол, нығметіңе бөлендіргендердің жолына сал, тура жолға сал, адаскандардың жолына салма дейміз, дұрыс па? Құнут дұғасы, Роббана Аллахума сали, Аллахума барик, соның барлығына, аттахият барлығына мән беріңіздерші. Дұға ғой, соның барлығына періштелер әмин, әмин, әмин деп тұрады. Бір періште емес, миллиондаған періштелер. Ол аз ба? Және де ол адамның дейді, намаз оқып тұрған Алланың пендесіне дейді, жоғарыдан Алланың мейірімі мен шапағаты, рахмы түседі дейді басына. Намаз оқып тұрған кезде. Сонда қандай күш қуатқа алып жатырмыз намаз оқып тұрған кезінде. Керемет. Көз алдарыңызға елестетіп жатсыздар ма? Егер де сол пендесі түсінгенде енді қандай нәрсе айналасында болып жатқан, ол адам айналасына қарамайтын еді дейді. Бұл хадистің жалғасы. Және де ол аз ба? Дәл намаз оқып тұрған адамға дейді, дәл сол жерде жәннаттың есіктері айқара ашылады дейді. Не үшін намаз оқып жатқан адам жанын тапсырған кезде тікелей жәннатқа баратынын сіздер түсінген боларсыздар. Және де дейді, ол аз ба? Аллах тағала өзінің миллион, триллион періштелеріне сол өзінің пендесінің жүрегімен бірге Алланың разылығы үшін намаз оқып тұрғанын мақтанады дейді періштелерге. Аллах әлемдердің Раббысы болған, еш нәрсеге мұқтаж емес Аллах пендесінің жүрегін ашып намаз оқып тұрғанымен періштелерге мақтанады дейді. Көрдіңіз ба? Біз намаз оқып тұрған кезде тез оқып кетеміз. Ойлаймыз ғой, бізге Аллах қарамады, адам өте көп. Жоқ, Алланың қауқары барлығына жету үшін. Әл-Малик, бүкіл билік Алланың құзырында. Алланың күш қуаты барлық нәрсеге толық жетуші. Егер де осының барлығын біз көзбен көргенде едік,
біздің маңдайымыз сәждеге тиіп жабысып қалатын еді. Бұл менің ойым. Хадис бітті. Өздеріңізге елестеттіңіздер ма? Мына видео ұнады ма сіздерге? Не түсіндіңіздер? Соның комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер, оқимын. Және де аз оқып жүрген, оқи алмай жүрген адамдардың барлығына достарыңызға осы видеоны таратыңыздар.